Қарағанды тұрғындары мен әлем жұртшылығына ерекше көрініс Лирида метеорлық жауынын тамашалауға мүмкіндік туып отыр. Бұл астрономиялық құбылыс 23 сәуірге қараған түні айқын көрінеді. Сол уақытта 1 сағат ішінде жер атмосферасында шамамен 18 жанатын метеор байқауға болады. Сәуір айындағы Лирида метеорлары бүкіл әлемнің көптеген жерлерінен көрінгенімен де оларды ең жақсы солтүстік жарты шарда байқауға болады. Алғашқы көктемгі жұлдызы жаңбырды көне Тэтчер кометасы ұйымдастырады. Ол бізге әр жылы сәуірдің соңында келеді. Өкінішке орай қарағанда бұл құбылыс толық байқалмауы мүмкін. Ауа райы қолайсыз болып көріну нашарлайды дейді мамандар. Кометаны алғаш рет бақылау 687 жылы Қытайда тіркелген. Лирида метеорлары осы кометадан ұшып шыққан ұсақ бөлшектер. Олар секундына 100 шақырым жылдамдықпен ұшады. Егер Қарағанды облысының ауа райы ашық болса, Лирида ағыны немесе жұлдыздар жаңбыры бинокль не болмаса телескопсыз да көрінеді. Жұлдызды жаңбыр 2 аптаға созылады, бірақ шыңы 22 сәуір түніне тура келеді. Бұл ғарыштық құбылыстарды сүйетіндер үшін нағыз сыйлық болмақ. Бұл жұлдызды түннің атмосферасына еніп, аққан жұлдыздардың астына тілек тілеуге тамаша мүмкіндік. Кометы состоят в том числе и из камней. Кометалар тастардан тұрады және олар өте жоғары жылдамдықпен ұшады, секундына 40-45 шақырым. Яғни осы жылдамдықпен Астанаға 5 секундта жетуге болады. Бүгін түнде осы метеорлық ағынның шыңы күтілуде. Егер түнде еш нәрсе істемей ұйықтағысы келмейтіндер болса, тілек тілесе болады.